Сәлеметсіздер ханымдары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұқпа немесе қылмынды деп аталатын тағамды әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең әуелі суға тұзымызды салып, жақсылап ерітіп, одан соң осындай қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды 10 минутқа тындыруға алып қоямыз. Одан соң менде 2 зуала қамыр болды. Осылай біреулеп, жұқа етіп жайып аламыз. Бұл тағамның ерекшелігі өте тойымды, әрі тәтті ретінде де қолдансаңыздар болады. Мінекей жұқа етіп жайып алдық. Одан соң өздеріңізге ұнаған формада немесе табағыңыздың формасына сәйкес осылай кесіп шығамыз. Менде бір зуала қамырдан 15-16 штук осындай дайын қамырлар шықты. Одан соң оны қызып тұрған табада осындай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бір пісіргенде 4-5-ін бірге пісіріп алсаңыздар болады. Және де кішкене май құюды ұмытпаңыздар. Арасында жағып отырыңыздар осылай. Мінекей тағы біреуін салып жібердім. Менде барлығы дайын. Одан соң заварной крем әзірлейтін боламыз. Менде 1 литр сүтке аздап ұн, одан соң өзім қалаған мөлшерде қантымды қосып жібердім. Кремім дайын. Одан соң жаңағы алдын ала дайындап қойған қамырларымыздың арасына заварной кремді 2 немесе 3 ас қасықта жағып шықтым осылай. Дайындап алған қамырларыңызды пакетке салып қойыңыздар, қатып қалмау үшін. Егер аздап қатып қалған болса, ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Ол тұрған сайын жұп-жұмсақ болып шыға келеді. Осылай жалғастырамыз, барлығының арасына жағып, дайындап аламыз. Егер сіздерге каналым ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, басқа видеоларымды да қарап, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Берген пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, және алдағы уақытта сіздерді керемет рецептпен қуантатын боламын. Мінекей менде дайын барлығы, арасына жағып дайындап алдым. Одан соң табамызға сары майымыздан салып, жұқпамыздың екі жағын осылай майға салып аламыз. Мінекей біздің өте жұп-жұмсақ болып шығатын жұқпамыз немесе қылмындымыз дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, комментарий және лайк қалдыруларыңызды сұраймын.